Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге маса шаққанда не істеу керек жайында ақпарат бермекшімін. Жаз мезгілі шыққандықтан әртүрлі жәндіктер шыға бастайды. Маса болсын, ара болсын, олар организмге түскен кезде әркімнің организмі әртүрлі әсер етеді. Біреуде иммундық жүйесі төмен болса, біреуде иммундық жүйесі қатты реакция береді. Сондықтан да олардан қорғанып алдын алған абзал. Әсіресе маса шаққан кезде жергілікті реакция 1-2 минут ішінде дамиды. Максимум 20 минуттың ішінде реакция шыңына жетеді. Шағып алған орын қып-қызыл болып, қатты қышитын папула пайда болады. Қалыпты жағдайда ол папула 1-2 күннің ішінде өзігінен кету қажет. Алайда кейбір адамдарда иммундық жүйе қатты реакция беріп, оларда ісіну, қышыну да өте қатты болады. Бұл кезде ең алғашқы көмек шағып алған жерге мұз басу. Егер тоңазытқыштан алынған мұз болатын болса, сыртын матамен орап барып 15 минутқа қойған абзал, немесе салқын сулы матаны 15 минутқа қойған жөн. Екінші, қышынуды азайту үшін каламин лосьон пайдалануға болады. Үшінші, жергілікті әсер ететін антигистаминді мазетті жағуға болады. Яғни фенистил гелін немесе псила бальзам жағуға болады. Төртінші, қышынуды басу үшін ауыз арқылы антигистаминді препараттардың екінші ұрпағын беруге болады. Яғни цитиризин, зодак, зертак деген сияқты препараттар. Және масадан, түрлі жәндіктерден шағудың қорғайтын құрал, олар репелленттер болып табылады. Яғни репелленттердің түрлері баланың жасына байланысты әртүрлі болып келеді. Яғни оның құрамын оқып барып балаға жаққан абзал. Ең бірінші баланың қай репеллент болсын алақанына жағып көрген дұрыс. Яғни бірден денесіне емес, алақанына жағып реакциясын байқаған абзал. Өйткені олар да балаға аллергиялық реакция беруі мүмкін. Және 1 жасқа дейінгі балаларға антимоскитті сеткаларды қолдану ұсынылады. Және жәндік шаққан жерді тырналау қажет емес. Ол кезде екіншілік инфекция, яғни бактерия түсу мүмкіншілігі жоғарылайды. Оның сәйкесінше оның жазылуы да өте ұзақ болады. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.